Мына қарапайым тас 2008 жылы солтүстік Канададан табылды. Бұл жер бетінен табылған ең ежелгі тас. Оның құрамындағы минералдар 4 миллиард жыл бұрын пайда болған. Жер бетіндегі тау жыныстарының көпшілігі анағұрлым жас. Себебі жердегі табиғи процестер әсерінен тау жыныстары ұдайы бөлшектеніп, жаңалары түзіледі. Бұл тау жыныстарының түзілу кезеңі. Уақыт өте келе жыныстар үгіліп, ұсақ түйіршіктерге дырайды. Сөйтіп құм болып жел арқылы таралады. Минерал бөлшектер көл және теңіз түбінде жиналғандықтан, атмосфералық қысым оларды бөлшектеп, суды ығыстырып, олардың тығыздалып, судағы минерал түйіршіктерінің бірігуіне көмектеседі. Шөгінді жыныстар осылай қалыптасады. Жердің терең қабаттарындағы қысым мен жылу тау жыныстарын жаңа түрге айналдырады. Жердің төменгі қабатында әктас мәрмәрға айналады. Бұлар метаморфтық тау жыныстары деп аталады. Ал одан тереңіректе барлық жыныстар ыстық магма түрінде болады. Бірақ төмен түскен жыныстар бір кезде жоғары көтерілуі тиіс. Магма жоғары шыққанда суып, жаңа магмалық жыныстар түзіледі. Мұнда жер қыртысының төменгі бөлігінде қалыптасқан суыған жыныстар ақырында қайта төмен түседі. Магма жанартау арқылы шыққанда жердің беткі қабатында да магмалық жыныстар қалыптасады. Магма көтерілгенде үстіндегі жыныстарды да итереді. Бұл процесс көтерілу деп аталады. Мұндай балқымалы жыныс кезеңдері ақырында жердің тектоникалық тақталарын қозғалысқа келтіреді. Олар соқтығысқан кезде жер қыртысы жоғары көтеріліп, жер бетіндегі тау жыныстарының ең ірісі таулар түзіледі. Тау жыныстары жер бетіне шыққан кезде жаңа кезең басталады.